Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің ТВ студияның қонағы ауған соғысының ардагері Қанат Мержақыпұлы. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе бауырым Алихан, сәлеметсіз көрермендер. Ең бірінші сұрағымыз, Қанат Мержақыпұлы, алдымен өзіңіз туралы айтып өтсеңіз. Енді мен Қатонқарағай ауданының тумасымын. Сөгір ауылына дүниеге келгем 1969 жылы 26 қаңтарда. Сөгір ауылына 8 жылдық мектепте оқып шыққам. Бала шағым кезі өте қызықты өтті. Есімде қалғаны балық аулау. Мына Сөгірдің жанында өзенде бар, Күлмес, Бұқтырма өзені бар. Сол жағада көп жүріп шықтым, балық аулап, жаяу жүріп. Соның қыс мерзімінде де шаңға теуіп, мұз қатқан кезде конькимен және хоккей ойын ойнап, сөйтіп көбінде бала шақ кезімізде үйде отырмай далада жүрдік. Күз мерзімінде мына ауылдың басындағы Алтай тауының бөктерінде баларай теріп жүрдік. Жаяу барып, жарты қаптан теріп әкеп жүрген кездер болды. Сөйтіп бала шақ өтті. Жазда жеміс жидек теру, анамына деген секілдімен жүрдік. Сөйтіп өте көп жинау ойнаумен өтті менің бала шақ кезім. Қатонқарағайда өскен балалық шаңы сізге қандай тәрбие берді? Енді бала шақ кезден ол кезде бірінші енді көше тәрбие өте көп әсер ететін. Неге дейсіңдер, мысалы қысқаша хоккей ойынын мұз алаңда ойнасақ, қолдан балтамен чабылған кружка, сонымен шайба деген жоқ, мына қатып қалған жылқының боғымен алып ойнаймыз. Сол кезде кішкентай болғасын, әрине үлкендер неге тұрыс қойды қақпаға баратарсың деп мақтап. Сол кезде қолына ағаш тиеді, жәнегі шайба тиеді. Сол кезде жыламау керек. Жылап, сол кезде кішкене өзінің әлсіздігін көрсетсең, қыс мерзімі мысалы, сол келесі ойынға келген ойнан келіп тұрған сені ойынға кіргізмей қояды. Сонда ең бірінші мен алған өзім бір тәрбием, ол және мықтылық, шыдамдық. Қандай ойында болса да, сонда ауырып, қан ағып, сонда жанына батса да, сонда бір көзін жасы білдірмей, ары қарай шыдап шығып кетсең, онда келесі ойын келгенде өзі сені алып тұрады ойынға. Үлкендер алады ол кезде. Үлкендердің айтқан заң. Сөйтіп өстім. Рахмет. Келесі сұрақ. Ауған соғысына аттанған сәтіңізді қалай еске аласыз? Сол туралы айтсаңыз. Енді мен 18 жасыма толуымен әскер қатарына шақырылдым. Енді маған негізі ең бірінші повестка дейді, шақыру билет. Сол кезде есімде бар, 2 мамыр 87 жылы берілген қолыма құжат. Сол кезде мен мына Прибалтика, Рига деген қаласына әскерге баруға міндетті болғам сол жаққа. Бірақ Өскемен қаласына келгенде менің командам өзгертіп, мен 40-шы А деген командаға түсіп қалдым. Неге өзгерткенін білмеймін, әлде екі құжатқа салған ба. Сол енді 40-шы командам ол жәнегі Ауғанстанға атқарылатын әскер болды. Сөйтіп ең бірінші әскер қатарына барған мен 18 жаста бардым. Ол және Өзбекстан мемлекетінде Черчик деген қала бар. Сол кезде арнайы жәнегі 6 айлық дайындықтан өттім бірінші. Сол сөйтіп ақырын әскерде міндетімді атқардым. Сол жылдары сізге моральдік тұрғыдан ең ауыр тиген жағдай болды ма? Енді мына 6 айлық дайындықты айтсам, ол кезде учебка дейді. Сол кезде бізге берген әскери атақ ол курсант дейді бізді. 6 ай бойы. Сол кезде бара салысымен жәнегі ең бірінші әскери жарғыларды үйретеді. Ол кезде бәрі өте қатал болды. Неге десе, мен болған әуе десант әскері болды арнайы сол жерде. Ол жерде бірінші саптық даярлық, тактикалық даярлықтар өте қатты болды. Одан кейін жәнегі физикалық жүгіру деген өте көп болды. Одан кейін мына ұшақтардан секіру үшін арнайы мына парашют дейді, соны жинау керек, салу керек. Одан кейін секіру үшін ұшақтардың алдына даярлық өтеді. Көп қиыншылық көрдік ол кезде. Бірақ одан бәріне өтіп шықтым. Себебі сол бала кездегі төзімдіктің арқасында шығар, үйренгеннен. Қандай қиын болса да,
енді маған енді ақылда өскендіктен ба былай кішкене жеңілдеу болды, бірақ өте қатты қиналдым. Мен енді өзімді сол кезде мықты жүргенімді айтқан жоқпын. Мысалы сол әскер қатарына барғанда жас кезінде 18 жасында 19-20 рет келмеде ойнап тартылатынмын. Енді қол шаршамайтын. Сол кезде бір ай өткен соң, бір айдың ішінде мен келмеге тартыл дегенде бір ақ тарта алмайтын деңгейге жеттім. Сонда жинаған салмағым азайып, күшім әлсірейіп, және сол кездегі қиналған жағдайда арман болатын есекті суға армансыз ішу, шөл қандыру, және тамаққа тою, жеп алу бірдеңе, және ұйықтау. Сол ана жерде қиналатын, сол ұйқы жетпейді, қанбайды, қарын тоймайды, аш жүресің, одан кейін жәнегі шөлдей бересің, су бермейді. Сондай қиыншылықтардан өттім, қиналып. Ауған жерінде жүргенде сізге рухани күш берген не, немесе кім болды? Енді әрине ең бірінші күш беретін, бізде үйрететін командирлер. Ол кездегі өзінің бірінші әкең секілді командир. ол ең бірінші дайындағанда әрине бірінші өзіңді сенімді болу үшін ол кісі дайындаған кезде адамды төзімді қылады. Екінші, әртүрлі қарудан дұрыс дәл атуға үйретеді. Оны жаттығу өте. Сонда ақырын келе сен Ауғанстан еліне мен барған кезде, мен мысалы қандай сол кезде қару бар түрлері, содан қолдануға, дұрыс атуға, нысанаға дәл тигізуге мен дайын болғам. Сонда адам бойында өзінде бір сенімділік пайда болады. Сен бос жай адам емессің, барғын, жәнегі жүгіре бересің, ыстыққа шыдай аласың, сусыз көп шыдауға болады, тамақсыз шыдауға болатынын білесің. Одан кейін 4-5 күнде ұйықтамай жүруге болады, көп жүргенге. Сондай дайын болып барасың Ауғанстан еліне. Бірақ командирдің бір айтатыны, айтады, мысалы, ол жердегі бір тәртібі, біреу бәрі үшін, бәрі біреу үшін дейді. Сонда бір-бірін тастау болмайды. Біз 100 адам болсан, жәнегі бір адам әлсіреп қалып барса, оны тастау болмайды, оны көмек бересің. Сонда сен білесің, қайда жүрсеңде сені ешкім тастамайды. Сонда біз бірімізге жауапты боламыз. Сондай мен үйретіп қояды. Сонда сөйтіп өттік. Сол жылдар сізді адам ретінде қалай өзгертті деп ойлайсыз? Енді сол кездегі былай есім алсам, маған енді сол жердің, сол елінің, мен қазір айтайын былай, Ауғанстанның жері, елі өте бөлек. Ол жердегі халқы мұсылман халқы тұрған, одан кейін діні бөлек, салт дәстүрі бөлек. Біздің бұл кезде көзқарасымыз бөлек қой. Мысалы, біз енді мектепте оқыған кезде көбінде атеизм деген болады. Мына Құран оқытпауға отырса, дінге сендірмеге отыра, басқаша саясат болған. Сонда ол жерге, елге барған кезде мүлдем басқаша көрінеді. Сен бір жердің өзі бір болса да, бірақ бір 1000 шақырым жерге барған кезде басқа бір ғасырға түскендей боласың. Сондай бір қызықты не болды маған. Әскери қызметтен кейін спорт пен дене шынықтыру саласын таңдауыңызға не себеп болды? Енді ол мен әскерден 89 жылы өз еліме оралдым. Ол кезде мен әрине ең бірінші мектепте қызмет атқарған жоқпын. Мен бірінші оқыған орным ол құрылыс техникум, өскемен құрылыс техникум оқып біткем. 3,5 жыл оқығам. Сонда мен технолог мамандығым болған, құрылысшы технолог деген. Содан кейін сол дипломмен мен Ақсу ауылына барып жұмыс жасадым. Сол кезде жұмыс істей жүрген, бір 8 жылдай жұмыс атқардым ол жерде, мастер болып. Ол кезде үйлер саламыз, қорадар саламыз, сонда ғимараттар салып жүрдік. Сонда менің тұрған үйім мектептің алаңын өтетін болған үнемі. Спорт алаңын өтетін жол болған. Сонда өткен сайын балаларға қарап қызығатым. Сонда мұғалім болып келіп, өзім былай ойлайтын, мұғалімдік мамандығын таңдамадым деп ойлап жүрдім. Біріншіден. Екінші, мен жолдасым мұғалім болған. Сол кезде математика пәні мұғалім болып жұмыс істеп жүрген. Сол кезде бір анда-санда
осы секілді бір шараларға ауған ардагер ретінде мені шақырып отырады мектепке. Сонда ойлайтынмын, мектепке бір жұмыс бола ма деп, істей көру. Содан сөйтіп келіп, заман өзгерген кезде сол мен істеп жүрген ұжымның әлеуметтік жағдайы қиындап, құрылыстың бәрі тоқтап, бізде емес жан жақта жұмыссыздық пайда болды әлихан. Сонда істеген жұмысын істесем де ақысын төлейтін ақша жоқ, сонда қиын болып кетті әлеуметтік жағдай. Сонда келе келе ақырын мектепке бір кезде орын болса мені жұмысқа шақырды. Ол кезде мектепке алғашқы әскери дайындық пән мұғалімі ретінде шақырды. Ол кездегі талап былай болған: сенде сол арнайы орта оқу орны дипломы болса, менде құрылыс техникум болған, және сен әскерде өзің борышын өтеп келген әскери билет болу керек. Сол екі құжатым болса, мұғалім болып жұмыс істеуге рұқсат болған. Мен соған қарай келіп қатты ойландым да, мектепте жасай аламын ба жұмыс деп. Содан 1990 жылы мен Ақсу орта мектебіне, ол кезде Белый деген ауыл болған, аталатын, сол мектепте мен мұғалім болып орналастым күзде. 290-ға барғам. Сол жерде мұғалім болып жұмыс атқара салысымен мен бір жыл ма 2 жыл істедім. Одан кейін мына Өскеменға, мына Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетіне және алғашқы әскери дайындық және дене шынықтыру пән мұғалімі факультетіне түсіп, сол 5 жыл бірақ сыртта оқыдым. Сол оқуды тәмамдап шықтым. Содан бері мына мектепте мен жұмыс жасап келдім, мұғалім. Келесі сұрағымыз: мектепте мұғалім болу мен әскердегі тәртіптің арасында қандай ұқсастық көресіз? Енді мына сұрақты мен үшке бөлейін. Мысалы, бірінші мен айттым ғой, 6 айлық даярлықты өткен кезде Өзбекстанда Чечіктен қалада өте қатал болды. Бәрі жарғы арқында, жәнегі қандай болса да командир жасауына рұқсат бола ма, құп болады деп жауап беріп отырасың. Жәнегі қайда сұрансаң да уақытпен жүгіріп барып жүгіріп келесің. Бәрі жәнегі жүгірумен, жәнегі өте қатал болды ол жерде. Ауғанстанға барған кезде ол жердегі борышым өткен кезде, ол кезде кішкене жұмсақтау болды. Командирлер ол кезде әскери сәлемді біз тек қана командир батальонына беретінбіз, ал рота командиріне әскери сәлем береміз. Ал енді ішіндегі взвод командиріне, өзіміздің және бөлім сержантына, басқа бірімізге бермейміз. Сол кезде менің взвод командирім, менің рота командирім, менің мысалы, мен енді бірінші қатардағы жауынгер болсам, одан кейін кіші сержант болдым. Мысалы, кіші сержант Жүнісов деп шақырмайды мені Қанат деп атайды, есімізбен атайды командирлер. Сол кезде мына қарым-қатынас өте жылы көрінеді. Командирлер, мысалы, рота командирі Қанат деп айтады, есімізбен айтады. Ана әскери атап мұны айтпайды. Бірақ бұйрық берген кезде әрине жарғы артында мен бұйрық беремін, түзелтіп тұр. Мына бұйрықты мынадай болды, ол кезде жетсек, ол бөлек, сөйтіп біз үйрендік. Ал енді мектепке келген кезде мен енді алғашқы әскери пәніне сабағын бергендіктен, енді балаларға талап, ол кезде бағдарлама бар. Ол кезде аптасына 10-11 2 сағаттан, бір жылда 68 сағат беріледі. Ол кезде 30 сағат саптық даярлық беріледі, жарғыларға беріледі, атыс даярлығы бар. Одан кейін мына 10 сыныпты аяқтаған кезде мамыр айында 30 сағаттық 5 күндік дала жиын өтеді балалар. Әрине, сол мен келген кезде әскер талабына сай оқушыларды қатал дайындадым. Неге десем, мен айтатын, әскерге барған кезде ешкім еркелетпейді. Бәрі сендерден талап етеді, сондықтан дайын болу керексіздер. Сонда оларды саптық даярлығын дұрыс үйрететім. Әскерде ұқсап үйрететім сабақта. Ал сабақтың тыс уақыт қарапайым үздісте сөйлесе беретінбіз. Неге десеңдер, ол білесіңдер, тәртіп бар жерде білім болады, білім бар жерде тәрбие болады. Осы болмайды мектепте. Оқушыларға сабақ барысында тек спорт емес, өмірге қажет қандай қасиеттерді сіңіруге тырысасыз? Енді мен оқушыларға бірінші көбінде айтатыным, әрине ол дұрыс оқу деп айтамыз, жақсы оқу дейміз, жатамыз. Бірақ мен балаларды бәрін бірдей санаймын. Біреуге сабақ жеңіл беріледі, біреуге ауыр беріледі. Негізінен ол бала дүниеге келгенде біреуінің жәнегі ойы гуманитар болады, әдебиетке жақын болады, екіншісі есепке мықты болады,
үшіншісі музыка жағынан өзінің бойына талабы бар берілген өнер сондай бойына тұрады. Ол енді әнге тартылып тұрған әдебиетке болған ол есепке кішкене бос болады. Сондықтан балалардың өзінің несіне мен көбінде бөлмеймін. Сондықтан әр бала жақсы оқиды өз жағынан, Құдай жаратқаннан. Енді екінші балаларға айтатыным, мектепте өмірде жүрген соң адамгершілікті көп сақтау керек. Ең бірінші жамандық жасамау керек. Артынан біреуді сөйлеу, мысқылдап, мазақтау дегенді болмау керек. Сонда мысалы өзің дұрыс жүріп, дұрыс жолмен жүрсең, сен өмірлік жолың жеңіл өтеді. Ал енді біреуге қастандық жасап, өзің білесің ба, біреуді әтелеп шалып жерсе оқушы мектепте, басқалар күлсін деп, оның бәрі жамандыққа ұрынады. Ертең ол баланың сол істеген ісі айналып өзіне тиеді адамға. Жамандық болып қайтып келеді оның ісі. Ал жақсылығын өзіне келе береді. Сондықтан мен балаларға тек қана дұрыс жүруге көбінде ақыл айтамын. Енді спорт әрине керек. Спорттың өзі де негізі жолдары көп. Бірақ мына кәсіби спортшылардың бәрі айтады, жаңағы өздерінің жолын қойған мақсаттарына қойып, жаңағы алтын медальдарын алып, олимпиада медаль алып, одан кейін басқа нелерге жетістікке жеткен кезде олар көрсетеді. Мына қабырғаларда кубок пен медальдарды үйіліп төгіліп тұрады. Жаңағы білесің, бокстың поястары бар неше түрлі. Бірақ олар айтады, көздері жетеді. Бұның бәрі темір, қағаз, кубок, грамоталар, медальдардың бәрі темір. Бірақ бұның артында тұрған денсаулық. Адам білесіңдер, бір мақсатқа жету үшін өзі үнемі қатты спортпен шұғылданады. Соның бәрі де денсаулық жүреді. Сонда айналып келіп, жетістікке жетіп, мақсатына жеткен кезде, енді өмір сүрем деген кезде көбі өзінің денсаулығын жойып, дұрыс дайындалмағандықтан және құрып тастайды. Сонда енді өмір сүрем, міне бәрі бар деген кезде денсаулық болмай қалады. Ол үшін балаларға енді спорт денсаулық үшін керек, бірақ оны дұрыс қолдану білу керек. Сол. Келесі ойым келетін сұрақ ол дене шынықтыру сабағы арқылы оқушылардың мінезі мен тәртібінде қандай өзгерістер байқайсыз? Енді дене сабағында енді өзім Әлихан бірге жүрміз ғой мектепте, сабақты көресіз беретінімізді. Мен балаларға қарап отырамын. Оқушы біздің алдымызда тұрған ол біреудің баласы, біреудің ұлы, біреудің қызы. Енді бізде әкеміз, бізде де қыз баламыз, ұл баламыз, сонда мен түсінемін. Мен балаға былай қараймын. Оқушы ең бірінші алдында сапта тұрған оқушы, ол жаңағы бойына қанына қарай, әкесі қандай, анасы қандай, сондай бойына мінез сіңеді, ол келеді. Оның денесі, бітімі сондай болады. Біреу ұзын, біреу қысқа, біреу толық бала болады. Екінші бала жаңағы мінезі жаңағы сондай ұяң болады, сондай жасқаншақ болады, біреу қорқақтау болады, біреу өжет болады, біреу күйгелек болады. Соның бәріне қарай келе, мен балаларға негізі тырысам. Мына мысалы ұялшақ оқушы, көп қимылданбайтын, кішкене болсын, өзіне сенімді болып, алаңда, спорт алаңында жүгіріп болсын, кішкене шамасына қарай. Және волейболдан енді қатты өзінің секілді шабуылдаушы болмаса да, ең бірінші мына элементтерін, техникасын жай меңгеріп алса, кішкене жеңіл. Ертең бір жерге барып, мысалы достарым ойнай қалса, жай ойынды бүйтіп арасында тұрып ойнай кететіндей болады. Әйтпесе мектепте бала сол кішкене болса үйренбей, мінезін көбіне баланың мінезіне байланысты. Сондай балалар болса, оларды ашу керек баланың мінезін. Сонда мектептен баланы дұрыс бағыттаса, мықты бала болып шығады. Ол жаңағы физикалық күші жоқ бала болса да, мысалы шахматтан, тоғызқұмалақ ойыннан, ұлттық ойыннан дамып шығып, өзін жақсы жетістікке жете алады. Сөйтіп балаларды үйретуге болады. Сол. Бүгінгі жастарға патриоттық тәрбие беру жолында спорттың рөлі қандай деп ойлайсыз? Енді патриот дегеніміз енді ең бірінші өзің білесің, олимпиада өтіп жатқан кезде біздің спортшылар біздің туымызды ұстап қолдарына үлкен алаңға шыққан кезде, біз
Қазақстан елі болғандықтан өз азаматымыз болып көргенде қуанамыз, желбіректен көк туымызды. Екінші сол спортшымыз жәнегі бірінші орын алып подиумда тұрып, одан кейін біздің әнұран ойнап тұрған кезде ерекше сезіледі. Ол патриоттық деген сол, ол спортшының ар жағында тұрған өмірлік маңдай тері, оның жәнегі еңбегі, ол ең бірінші сол алаңға шыққан кезде қандай спорттан болса да ол ең бірінші халқын ойлайды, елін ойлайды. Мен жеңіп шықсам дейді, бұқым әлем көреді. Жетістік солай ғой. Сонда біздің мемлекетте мынау Қазақстанның, қазақ елінің мықты азаматы бар екен ғой деп біздің желбіреген тудың артындағы тұрған, астында тұрған азаматты тани бастайды. Міне Геннадий Головкин кәсіби спорттың боксшысы, білесің, бұқым әлем таниды. Вот ол спортшылардың мына патриоттық деген осыдан шығады. Ол да өзінің жәнегі жеңіске жетуді білу керек, ол мықтылық. Одан кейін адам біздің енді мектептің өзінде дене сабағында бағана айттым ғой, бәрі спортта емес. Енді оқудың өзін ең бірінші патриот деген қалай, міне ең бірінші мектепте оқып, одан кейін көбі жастар маман таңдаған кезде мынау осы сайда мынандай мамандық бәрі қызығады, жақсы мамандық деп таңдай салады. Бірақ бала өзінің ар жағында жүрегінде қандай қалап тұр, соны таңдау керек ең бірінші. Ертең сол мамандықты суретші болып шықсаң, сен сурет салып рахаттанып жұмыс жасау керексің. Оны сен суреттерін елге басқа жақта жақсы көрініс көреді, ел көреді сені сурет арқылы. Одан кейін мұғалім таңдасаң, сен сол өз мамандығыңды жақсы көріп, дұрыс оқушыларды оқытып, біліміңді жеткізу керексің. Ол да сол. Сонда ол патриоттық деген үлкен түсінік қой ар жағында тұрған. Енді әрине бірінші өз отанымыз ол жәнегі Катонқарағай емес, біздің туып өскен жер, ол енді бұқым біздің Қазақстанның жері тұрған. Ол сен басқа шетелге, басқа аймаққа барып, мысалы біздің балалар студенттік, мысалы грантпен басқа неге шетелге оқып жатса, сол жақта оқыған кезде ол Қазақстанның бір кедей бір бөлшегі болып көрінеді. Сонда ол дұрыс жүріп, жақсы оқып, өзі жақсы көрсетсе, мынау қазақ елінің азаматтары, міне жастар мықты екен деп басқа ел мақтайды. Ал сол кезде міне ол патриот сол. Ал сен жаман жағынан көрсетсең, айтады, мынау Қазақстаннан келген жастар осы екен ғой деп бізде басқа ел басқаша көріп қалады, жаман жағынан. Оның соның бәрі патриоттық деген. Енді осы ғой әрине айналып келгенде. Енді әрине бірінші ата-анаңды сүю керексің, үйдегі ата-ананы құрметтеу керексің бірінші. Үлкен кішіні сыйлау білу керек. Біз енді қазақ елі болсаң. Сол енді өмірде талпыну керек, емірше мақсат болу керек балаларда. Сонда енді оларға айтатын, өзінің әскери борышын өтеуге қашпай бару керек. Ол қазір 1-ақ жыл, сонда енді өзінің борышын өтеп келсін, ол міне патриоттық бірін енді орындадым деп айтасың бірінші. Сол. Келесі сұрағымыз, өмір жолыңызға қарап, нағыз ер азамат деген ұғымды қалай түсіндіресіз? Енді мен енді әлі өз-өзіме енді ер азаматтық деген бірдеңе ештеңені айта алмаймын, өз-өзімді әлі бағалай алмаймын ғой. Әлі өмірім алда. Енді мені баға беретін менің елім, ауылдастарым, жерлестерім, жолдастарым, балаларым енді. Енді былай өзіме қарасам, енді дұрыс жолда келе жатырмын. Енді мектепте айттым, мұғалім болып келемін, мұғалім болып жүрмін енді. Ол да жақсы ғой, сабақ беремін. Енді жақсы. Балалармен жұмыс істеп келемін. Мына өзім бір сезінетін, мен енді кезінде білесіздер, мына Катон жерінен көбі қалаға көшіп кетті жастардың бәрі. Қалада өмір сүруге жеңіл, оңай. Таза жұмыс, таза киім. Біз енді ауылда қалдық, мен жас кезінде қалдым ғой. Кетпей. Мен мысалы айтып отырғаным, біз жанұяда 5 бала болсақ, біз 4 мен ағалармен қарындасым бар, бәрі бауырым бар. Бәрі қалада тұрады, жан-жақта. Әдемі қалада. Мен ауылда қалдым, мысалы. Енді мен ауылда қалғаным, енді ауылдың жерін жақсы көретін де, соны өзім таңдадым. Мен осы жерде тұрғым келеді. Таза ауасы бар, жері әдемі. Енді кеткім келді, бірақ қалып қойдым.
Ол енді қазір өкінбеймін, енді міне қазір өз елімізді мақтап отыр. Катон жері екінші курорт болады, Швейцария дейді. Міне өзін әдемі жер деп мақтап бәрі қайтып келуге тырысады, бірақ енді уақыттар өтіп кетті ғой. Енді мен ойлаймын, міне қазір келгенде мақтайды бар, сіз мында қалдыңыз деп, жақсы жерде тұрасыз деп қазір айтып жатады. Енді өзіме ризамын, енді өзім борышымды өтеп мемлекетке қызмет атқарып жұмыс жасап жатырмыз. Мынандай кездесуге келемін үнемі. Енді сол ғой деп ойлаймын. Жақсы. Енді біздің соңғы сұрағымыз, сұхбат соңында мектеп оқушылары мен жас ұрпаққа айтар ақылыңыз. Енді жас ұрпаққа не айтамын? Ең бірінші, қазір әлемде заман өте қиын, жан-жақта қақтығыс соғыстар өтіп жатыр. Мықты мемлекет осал мемлекетті басып алады. Көріп отырмыз, жаңағы 1 күндік соғыс, 3 күндік соғыс, міне Украина мен Россия 4 жылдық соғыс болып жатыр, тоқтамай. Енді мына жас ұрпаққа, жастарға неме айтамын? Ең бірінші, өз жерінде, өз еліңді сүйіп біл, жақсы оқы. Жақсы оқы деген ол жаңағы ертең таңдаған мамандығында мықты маман болып шығасың. Мысалы, дәрігер болсаң, мықты хирург боласың. Хирург ол қолында скальпельмен қанша адамды өмірін сақтап қалады. Сондай, сол жағынан болу керек, оқу жағынан әрине. Екінші, тек қана біздің елімізде туымыз желбіреп тұрсын, аспанымыз көк болсын. Соғыс деген біз елімізде болмасын. Мына әлемде соғыс болмай қойсын, бәрі тоқтасын. Дүниеге келген сәбилер тек қана күлкімен, тәй-тәй болғасын құршақпен, олар жаңағы ойыншықтармен ойнап, біздің қазақтың қара домалақтары атқа мініп, мына біздің жазық далада ат үстіне мініп шапқылап жүрсін. Енді жастар бір-біріне ғашық болсын, жанұя құрсын, еліміз, жеріміз өркендей берсін. Соны тілеймін жастарға. Жақсы, рахмет. Осымен біздің сұрақтарымыз аяқталды. Сіз келіп осылай сұхбат бергеніңізге рахмет. Рахмет өздеріңізге.